Көрші келінге көз тіккен қайнаға. Екеуі осылай отырғанда күн кешкіріп, үйге күйеуі мен қайнатасы қосарлана кіріп келді. Орнынан атып тұрған енесі үйге кірген екеуге қарсы жүрді. Айттым мен саған, сол бәлені үйге жолатпа деп. Көр енді не болғанын. Келініңе көз тігіп жүр, хайуан. Келін бишара қорыққанынан өзін қорғаймын деп пышақтап жіберіпті. Не дейді? Кімді, Шоқанды ма? Қайда қазір? Тірі ме? Келінге тиісіп жүрме деген қайнатасы сөздің төркінін түсіне алмай дал. Күйеуі де түсінбей қайта-қайта сұрақтың астын алды. Мәселенің мән-жайына қанық болған үй іші енді не істейтіндерін ақылдасып отыр. Тек Бағлан ғана шыдап отыра алмады. Қазір өзім-ақ бауыздап өлтірем ол малғұнды. Көрсетем мен оған, біреудің әйеліне көз тіккенді деп үйден атып шықты. Артынан айқайлап тоқтатпақшы болған ата-анасына да, келіншегіне де қарамады. Ешкімді тыңдамастан, екі көзі ашудан қанталап, жұдырығын түйіп, Шоқанның ескі үйінің есігін бір теуіп ашты. Төрде сықырлаған жалғыз кереуетте шалқасынан жатқан Шоқанды көрді. Әлсіз қимылдап, орнынан көтерілмекші болған оны Бағлан жұдырығымен жағынан салып қалды. Аузынан қан бұрқ ете қалған ол кереуетке жабысты да қалды. Аузына қан толып, түкіруге орнынан тұра бергенде Бағлан аяқ киімімен дәл кеудесінен бір тепті. Ыңқ етіп, кереуеттің арғы жағындағы орындықтың үстіне бел омыртқасымен түсті. Тұруға шамасы келмей, қансырап жатса да, ызадан күлген ол, келдің бе бишара? Қатын керек боп қалды ма? Ал сен қатыныңа керексің бе өзі? Жап аузыңды, бауыздап өлтірем. Қатының маған құмартып жүргенін білесің бе? Өшір дедім мен саған үніңді. Болмаса мен неге барам? Үйіңе. Өзі шақырады мені. Құмарын қандырып алып, өтірік маған тиісті деп мүләйімсімесін. Елден жасыру үшін соңында өзіме пышақ ала жүгірді. Хайуан, өлтірем сені. Сотқа берем. Пышақта саусақ іздері бар. Осылай айтамын. Көреміз сол кезде елге қай бетімен қарайтынын. Бағлан Шоқанды желкесінен ұстады да сүйреп келесі бөлмеге өтті. Сотқа дейін тірі болсаң айтасың оны деді де, үйінен алып келген пресс жібін мойнына салып, келесі бөлмеге сүйрей жөнелді. Бірдеңені бүлдіретінін сезген ата-анасы артынан жүгіріп дер кезінде келді. Болмаса Шоқанның да, Бағланның да жағдайы мүшкіл еді. Бірі соңғы демін алса, бірі темір тордан бірақ шығатыны анық. Әкесі алдын жеткен соң Бағланның қолындағы жіпке жармасты. Жіберіңіз пап, бұл малғұнның өлсе өлігі артық, деді көздері қанталап. Қой балам, жібер. Қолыңды бұл харамның қанымен болғама, жібер оны. Екеуі жанталасып, Шоқанға жармасып таласып жатқанда, артынан жүгіре жеткен анасы айқайлап жіберді. Әй, жексұрын неме, осыдан келініме бірдеңе болсын, сені аямаймын, өзім өлтіремін, хайуан. Сіз неге келдіңіз, мама? Балам, тез жедел жәрдем шақыр. Келін ішім ауырды деп жатыр. Сірә қатты қорқып қалған-ау. Балаға бірдеңе болмасын. Данеля қалай? Ауырдым дейма? Қазір өзім апарамын ауруханаға. Олар келем дегенше деп Бағлан Шоқанды жібере салды. Сылқ етіп еденге құлаған Шоқан тұруға әлі келмей жатыр. Бағлан оны ішінен бір тепті де кіжініп, осыдан балама, келіншегіме бірдеңе болса, күнім бітті дей бер деп бетіне бір түкірді де шығып кетті. Артынан ата-анасы ілесе шықты. Шоқанға ешкім қарағанда жоқ. Үйге келсе, келіні өз бөлмесінде екен. Төсегінде ыңырсып жатыр. Дереу көлікке отырғызды да аудандық ауруханаға жүріп кетті. Енесі де бірге кетті.
қайын атасы үйде қалып Шоқанмен сөйлеспекші болып шешті. Түннің бір уақытында үйге кіріп келген Бағлан мен кемпірін көрген ол дереу келіннің жағдайын тәпіштеп сұрай бастады. Үнсіз отырған Бағлан әкесінің сұрағын жауапсыз қалдырып, басы салбыраған күй бөлмесіне кіріп кетті. Әйеліне бұрылып тағы да сұрағын қайталады. Келін қалай? Жағдайы жақсы ма? Ауыр. Баласын тастап қойды. Көп қан жоғалтты. Қазір дем алады. Кіре алмайсыздар деген соң таңертең келеміз деп кеттік. Бұл түн Бағланның отбасы үшін өте ұзақ түн болды. Көз ілмей, кірпік қақпай таңды атырды. Уақыт шіркін өтер емес. Таң қылаң бере үшеуі де ауруханаға аттанды. Келіндері көзін ашып, біраз өзіне келіп қалыпты. Аллаға шүкіршілігін айтып, Данеляны палатаға шығарып, Бағлан жанында қалды да ата-анасы үйіне қайтты. Әкесі үйіне келе сала Шоқанның үйіне қарай беттеді. Әйелі ұрып өлтіріп қойып, бәлесіне қалма, жазасын заңды түрде алсын деп дайындап жіберді. Бірақ Шоқанның қолында үлкен көзірі бар еді. Егер ол пышақтағанын айтса, Данеля да жазадан сытылмайтыны белгілі. Жылы жауып қояйын десе, келіннен обал. Не де болса, барып сөйлесейін деп Бағланның әкесі аяңдап келеді. Есігінде құлып тұр. Біраз ойланып тұрды. Қайда кетуі мүмкін? Көшеде ойнап жүрген бір-екі балаға көзі түсті. Әй балалар, Шоқан көке қайда кеткенін көрмедіңдер ме? Ол больницаға кетті атау. Да, машина келіп алып кетті. Сірә жедел жәрдем шығар. Не болды екен? Тірі қалсын әйтеуір. Пышақ жанай өткен еді. Өлетіндей емес. Қан көп жоғалтқан шығар мүмкін деп отағасы үйіне қайтты. Арада 2 жеті өтті. Данеля үйінде 1 жеті ауруханада жатып шықты. Үйге келіп те мардымды ештеңе жемей жүр. Бүгін таңертең енесі батыл-батыл сөзбен қатты айтты. Қашанғы бұлай жүре бересің? Өз денсаулығыңды да ойла. Асқазаныңда ауырып тынатын болды ғой. Әлі жассың. Маған талай немере туып бересің. Жиналсаңшы біраз. Әрине бізге де оңай емес. Алғашқы немереміз деп қатты күткен едік. Алланың ісі, амал жоқ енді. Жылай берме болды деді. Ойлап қараса, расында да түрінен түр қалмапты. 2 беті салбырап, жағы қушиып кетіпті. Енесінің мына сөздерінен соң Данеля кішкене бой түзеп жинақталайын деді. Бағланның да құр сүлдері жүрген ойлады. Демеу боп келіншегінің көңілін аулап та әбіржіп кетті. Ал Шоқан сол күйі ауылға оралмады. Өмірлері қайта бір қалыпқа келіп, үй ішінде жарқын-жарқын көңілді күлкілер шығып, өмірлері жалғасып жатты. Тек Бағлан ғана іштей Шоқанға кектеніп жүр. Ол менің баламды өлтірді. Мен бәрібір жайдан-жай қоя салмаймын. Түбі оның жететін жеріне жетемін деп ойлап жүрді. Бір күні Данеля алаңсыз қақпаның алдын сыпырып жүрген. Атасы мен күйеуі жұмыста. Енесі үйде теледидар қарап отырған. Үйге келіні жүгіріп кірді. Апа, деді көздері жасарып. Не болды, тыныштық па? Ана кісіні көрдім. Кім ол? Шоқанды. Үйінің алдында отыр екен. Көшеде қақпаның алдын сыпырып жүредім. Саған бірдеңе деді ме? Жоқ, тіпті бұрылып та қарамады. Албасты малғын. Шықпа көшеге, кешке атаңа айтамыз. Жүрегі дүрсілдеп Данеляның тағы мазасы кете бастады. Апа, көшіп кетейікші. Қашанғы қорқып өмір сүреміз. Қайда барамыз жаным-ау? Біреуден қорқып көшіп кеткеніміз ақылға қонымсыз нәрсе ғой. Кешке сөйлесеміз жарай ма? Оға дейін үйде жүре тұр деді де өзі орнынан тұрып сыртқа беттеді. Онысы Шоқаннан хабар алайын дегені болатын. Қақпа алдына шығып ары-бері қарап еді, Шоқанды көре алмады. Есігі ашық тұр. Баруға батылы бармады. Барғанда не айтады?
Әліптің артын бағайын, не болса да деп кештің болуын күтіп үйіне кірді. Күткен кезде уақытта өтпей кетеді ғой шіркін. Есікті іштен ілді де келініне жатып демал деп өзі бөлмесіне кіріп кетті. Данэлия ойланып жатып көзі ілініп барады. Ойы ары қарай түске жалғасып кетті. Түсінде Шоқан үйіне кіріп келіп, бұған тарпа бас салып жатыр екен. Артынан Бағлан келіп, басынан балтамен ұрып өлтіріп қойыпты. Қатты қорқып, Бағланды құшақтап жылап жатыр. Сырт еткеннен оянып кетіп еді, жастығы суланып жылап жатыр екен. Арасында өкпесін баса алмай, екі иығы селк-селк етеді. Келген атасы мен Бағлан екен. Есікті енесі ашып, енді үйге кіріп келе жатыр. Кешкі астың үстінде көргендерін айтып берді. Үй ішін қалың үнсіздік басты. Әркім өз ойымен. Енесі, баласы келіпті ғой деді. Қазір үйінде ме екен? Білмедім, қазір қайда екен. Көршіден естідім, ұлы келіпті деді. Үйінің алдында бесақаға шалынып, ішіне темір ұшы кіріп кеткен екен. Ауруханаға жатып шығыпты. Соған ұлы келіпті деді, мына көршіміз, деді енесі. Демек, ауруханада осылай айтқан болып тұр ғой, пышақ тиген жерін. Арада 2 күн өткенде Шоқанның баласы үйге келді. Әкесінің қандай адам екенін іштей білетін сияқты. Кінәлі адамша жалтақтай береді. Біраз сөзге тартып еді, Шоқанның барлық шынайы келбетін айтып берді. Амалсыз әкесі болған соң жүргенін айтты. Шоқан бала күнінен психикалық аурумен ауырады екен. Уақыт өте келе, ол ауруынан айығып, жігіт болып үйленіп, отбасылы болыпты. Бірақ кейін ауруы қайта қозғаған болу керек. Әйелін себепсіз ұрып соғатын көрінеді. Әйелі ешкімі жоқ, балалар үйінде тәрбиеленген екен. Ал Шоқанның туыстары баяғыда теріс айналған екен. Анасы қайтқан соң көзі қызына түскен Шоқан өз қызына да қорлық көрсеткен екен. Ұлы араша болып, үлкен пәлекеттің бетін қайтарыпты. Содан қызы мен ұлы кәмелет жасқа толғанша әкесінен таяқ жеп өскен екен. Өз қолдары өз ауыздарына жеткен соң екеуі де қалаға кетіпті. Сол жақтан қызы тұрмысқа шығып, ұлы жұмыс жасайды. Әкесінің қаладағы ауруханаға келгенін естіп, амалсыз келіпті. Ауылда да тыныш жүрмегенін естіп, қазір міне көңілі түсіп отыр. Қазір ауруы асқынып, көзіне ештеңе көрінбей жүрген сияқты. Айып етпеңіздер, қайтейін, өз қолымды өзім кесем бе? Ит те болса әкем ғой, бірақ әкем сияқты болмаймын деп барынша алыс ұстадым өзімді. Бірақ басқаға зияны тиіп жүр екен. Қалаға алып кетпесең болмайтын сияқты деп жүзін төмен салды. Мойыма балам, ата-анаң жынды болса, байлап бақ деген сөз бар. Қанша қорлық көрсетсе де, тастамаймын дегеніңнен ақ нағыз жігіт екеніңді анық білдім. Бірақ бұлай өмір сүре берсе, қалада да біреуге зияны тиіп кетуі мүмкін ғой. Сонда қайтпексің? Білмеймін. Ұзақ әңгімелескен жас жігітпен үй іші түс ауғанша отырды. Дәмі ауыз тиіп, бата қайырып, жас жігіт үйіне қайтты. Ертеңіне Шоқанның үйінің алдында көлік тұрғанын байқаған Бағланның әкесі ақырын солай қарай беттеді. Кешегі жас жігіт әкесін сүйеп үйден шығып келеді екен. Көлікке отырғызды да сыммен қоршалған шарбаққа қарай жүрді. Бағланның әкесімен қос қолдап амандасты да қалаға кетіп барамыз деді. Жүзі солыңқы түрде. Мейлі балам, жолың болсын. Қалаға барып, психикалық ауруханаға жатқызатын болдым. Әзірге өзі білмейді. Бір күн болмаса, бір күні біреуге оңбай зияны тиіп кетеді ме деп қорқамын. Дұрыс жасадың, ал жолың болсын деп батасын беріп арқасынан қақты. Көлік жүріп кетті. Бағланның әкесі
үйіне бұрыла бере Шоқанның ескі үйінің терезе тұсына үй сатылады деген ілінген картон қағазды көрді. Каналым ұнаса, лайк басып пікір жаза отырыңыздар. Бұдан да қызықты оқиғаларды айтатын боламын.